Номер 69 орта білім беретін мектебі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Күзенбаева Банура Төлендіқызы. 9 сынып қазақ әдебиеті. Сабақтың тақырыбы Әйтеке би Қасқакөл дауы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаттары: әдеби шығармаға сюжеттік композициялық талдау жасау. Тілдік мақсат: оқушылар орындай алады, шығарма сюжетін нақтылайды. Диалог құруға, шығарма жазуға арналған пайдалы тіркестер, талқылауға арналған сұрақтар. Қасқакөл дауы неден шықты? Орманбет бидің райынан қайтуынан ықпал еткен нәрсе, билердің нақыл сөздерінің бүгінгі таңдағы құндылығы. Әйтеке би кім? Өмірі мен шығармашылығы туралы не айтасың? Шешендік сөздің түрлері қандай? Шешендік дау дегенді қалай түсінесің? Әйтеке би туралы мәлімет, жасанды интеллект арқылы тақырыпты болжау. Әйтеке сөзі. Мағынаны тану. Бірінші тапсырма: Қасқакөл дауы шешендік сөзін оқыңдар. Шешендік сөздің түрін ажыратыңдар, кейіпкерлер жүйесін анықтаңдар. Дескриптор шешендік сөздің түрін ажыратады, кейіпкерлер жүйесін анықтайды. Есіңізде сақтаңыз, шешендік сөздер оқиғасы композициялық құрылымға талданбайды. Шешендік сөздер мына құрылымнан тұрады. Бірінші тапсырма: осы құрылым бойынша Қасқакөл дауы шешендігін құрылымына талдаңдар. Дескриптор кіріспе бөлімді анықтайды, негізгі бөлімді анықтайды, қорытынды бөлімді анықтайды. Жұптық жұмыс: жұптар жұмысы әдісімен жұптар құрастырған сұрақтарына жауап беріп анықтайды. Бірінші, Қасқакөл дауының шығу себебі. Екінші, Орманбет бидің райынан қайтуына ықпал еткен жайт. Үшінші, билердің нақыл сөздерінің бүгінгі таңдағы құндылығы. Дескриптор берілген тапсырма бойынша әр жұп 5 сұрақ құрайды. Сұрақтарға жауап беріп ой қорытады. Жеке жұмыс: қос жазба әдісі арқылы оқушылар жеке жұмыс жасай отырып, берілген тапсырма бойынша өмірмен байланысты өз сыни көзқарасын білдіреді. Шығармадан үзінді: ай Орманбет, мен әлі тірімін, өлгем жоқ. Бұдан бұрын неше сәлем айтсам да келген жоқсың. Ер кетер, жер жетер Орманбет. Бай болсаң халқыңа пайдаң тисін, батыр болсаң дұшпанға найзаң тисін. Бай болып пайдаң тимесе, батыр болып найзаң тимесе, жұрттан ала бөтен үйің күйсін деген. Бізге кейінгілер осыны айтама деп ойлаймын. Қанағатсыз билерді қабан деген, қамшылатқан жүйрікті шабан деген. Біреудің ақысына зорлық қылса, ақыретте мұндай істер жаман деген. 70 жасқа келгенде сөзім жерде қалып, мәңгіде тірілмейтін өлік едім. Біз барып қайттық, сен ілгері барасың. Біз енді көп жүрмеспіз, көмілерміз. Сен жас едің, көңілдегіңді аларсың. Оқушының ойы. Осы үзінділерге қатысты өз ойын білдіреді. Әйтеке бидің сөздері әділдік пен даналыққа толы. Ол адамгершілік қасиеттерді халыққа қызмет етудің маңыздылығын, зорлық-зомбылықтың жамандығын және өмірдің өткінші екенін еске салады. Бұл нақыл сөздер бүгінгі қоғамда да өзектілігін жоғалтпаған. Өйткені олар адамдарды дұрыс жолға бағыттап, жақсылыққа шақырады. Дескриптор шығармадан үзіндісімен танысады, үзіндіге байланысты өз ойын білдіреді, ойын қорытындылайды.